Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге байланыста Қуаныш ағай. Бүгін біз Наурыз ұбт 2025-те жиі келіп жүрген мына бір контекстік тапсырманы орындайтын боламыз. Жалпы бізде көп жақтар деген контекст белгілені бойынша математика кабинетін безендіруге кеңістіктегі денелердің жазбасын жасайтын компанияға тапсырыс келіп түсті. Жазбаны жеткізуге тік бұрышты параллелепипед тәрізді қорапша дайындалды. Қорапшаның табанының ұзындығы бізде x және ені y болып табылады. Оның жазбасын суретте көрсетілген дейді. Жалпы бізде не сұраған? Бізде ең алғашқы есепте жазба табанының ауданын сұраған. Бізде енді жазбаның табанында дұрыс 6 бұрыш жатыр. Осы дұрыс 6 бұрышты мен қазір суретін мына жерге салып көрсете салайын. Мынау біздің дұрыс 6 бұрышымыз. Енді біз осы дұрыс 6 бұрышқа сырттай шеңбер сызаламыз. Яғни осылай сырттай шеңбер сызсақ болады екен. Және де бізде енді оның осылай мен істеймін. Былайша айтқан кезде диагональдарын жүргіземін дұрыс 6 бұрыштың. Бұл бізде шеңбердің диаметрлері бола алады деген сөз. Осылай жүргізіп шығам. Мынау бізде центрі. Олай болса, мынау бізде радиус, мынау бізде радиус болады екен. Және бізде былайша айтқан кезде осы дұрыс 6 бұрыштың қабырғасы 2-ке тең болды. Енді құрметті оқушылар, мына жердегі бұрыш ол бізде 60 градус болады. Өйткені барлық бұрыштарды есептейтін болсақ, барлығын қосындысы 160 градус береді екен. Олай болса, мына жерде 60 градус, мына жерде 60 градус. Былайша айтқан кезде мынаның бізде бір үшбұрышымыз дұрыс үшбұрыш екен. Енді олай болса, бізде мынау тұрған r мен 2 өзара тең деген сөз. Жалпы дұрыс 6 бұрыштың ауданын анықтайтын болсақ, s тең. Біз не істейміз? Біз 6-ны мына бір дұрыс үшбұрыштың, яғни бір дұрыс үшбұрыштың ауданына көбейтсек жеткілікті екен. Олай болса, s тең 6 көбейтілген дұрыс үшбұрыштың ауданының формуласы ол бізде a квадрат түбір асты 3 бөлінген 4. Олай болса, 6 көбейту 2-нің квадраты көбейтілген түбір асты 3 бөлінген 4. Мына жерде 4 пен 2-нің квадраты сығарады. Бізде 6 түбір асты 3 деген жауап шығады. Ол мынау тұрған біздегі д нұсқасына сәйкес. Келесі, егер жазбаны қайта жинасақ, қандай фигура шығады дейді. Егер біз мына жазбаны қайтадан жинайтын болсақ, бізде дұрыс 6 бұрышты призма пайда болады екен. Не болмаса 6 бұрышты дұрыс призма пайда болады деген сөз. Келесі, егер осы фигураға іштей цилиндр салатын болса, онда цилиндрдің көлемі қандай болады дейді. Жалпы мен не істеймін? Қазір мен мына бір жерге осы бір дұрыс 6 бұрышты призманы салам. Мынау біздің дұрыс 6 бұрышты призмамыз. И осыған мен қазір іштей цилиндр салатын болам. Ең алдымен мынаның суретін біз жақсылап салып алайық мына жерге. Так, осылай. И примерно бізде осылай болады. Так, мынаны былай саламыз. И осылай саламыз. Примерно осылай. И мына жақта қырларын жүргізіп қойайық. Енді бізде осының ішіне цилиндр салынған. Ол цилиндрді салу үшін мен не істеймін? Мен былай жасаймын. Жалпы былай бізде табандағы дұрыс 6 бұрыштарға не істейміз? Іштей шеңбер сызамыз. Примерно бізде осылай іштей шеңбер сызамыз. Осы бізде төменгі табанына да тура солай салып шығамыз. Осылай примерно осылай салып шыға саламыз. И бізде осы екеуінен енді былай жасаушыларын жүргіземіз. Жасаушыларын жүргіздік. Яғни біздің мынау цилиндріміз пайда болды. Енді осы цилиндрдің көлемін сұраған. Жалпы бізде цилиндрдің көлемі оның табан ауданын оның биіктігіне көбейткенге тең. Цилиндрдің табанында шеңбер жатқандықтан оның ауданы πr квадрат көбейтілген h бола салады. Мына жерде биіктікті көбейтеміз. Енді біздің биіктігіміз мынау 6-ға тең. Мынау 6-ға тең. Ал мына жерлер бізде 2-ке тең. Енді маған мынау тұрған былайша айтқан кезде дұрыс 6 бұрыштың центрі оған іштей сызылған шеңбердің центріне өзара бірдей болады. Яғни бірдей нүктеде жатады. Болай болса, бізде осы центрден мына қабырғаға дейінгі қашықтық ол радиус екен.
Ал бұл неге тең дейтін болсаңыздар, мен қазір мынаны былай дұрыс үшбұрыш шығаратын болсам, бағана айттық қой дұрыс үшбұрыш шығады деп. Мына қабырғасы 2, мына қабырғасы 2. Яғни бұл радиусымыз бізде дұрыс үшбұрышқа, то есть дұрыс үшбұрыштың биіктігіне тең бола салады. Ал биіктігінің формуласы а түбір асты 3 бөлінген 2. Олай болса бұл жерден 2 түбір асты 3 бөлінген 2, не болмаса түбір асты 3 шығады. Олай болса біздің цилиндріміздің көлемі тең, пи көбейтілген түбір асты 3-тің квадраты көбейтілген h6-ға тең. Олай болса бұл жерден 18 пи деген жауап шығады. Ондай жауап мынау тұрған в нұсқасына сәйкес. Келесі, осы жазбаның толық бетінің ауданын табыңыздар еді. Жалпы біздің жазбаның толық бетінің ауданын анықтау үшін мен жазып қоямын. Толық бетінің ауданы тең. Мынау тұрған бізде қанша тіктөртбұрыш бар? Бізде тура осындай 6 тіктөртбұрыш бар. Олай болса 6 еселенген s тік төртбұрыштың ауданына мен қосады екенмін 2 еселенген мына бір табан ауданы. Олай болса бізде s толық бетінің ауданы тең 6 көбейтілген тік төртбұрыштың ауданы. Оның ені 2, ал ұзындығы 6. Олай болса 2-ге 6-ны көбейтіп жіберемін. Қосамын 2 еселенген табан ауданы, бізде жаңа табан ауданы 6 түбір асты 3 шықты. Олай болса 72 қосылған 12 түбір асты 3 деген біздің жауабымыз. Не болмаса 12-ні жақшаның сыртына шығарсақ, ішінде 6 плюс түбір асты 3 деген жауап қалады. Бұндай жауап мынау тұрған сын нұсқасына сәйкес. Келесі, мына бір x пен y-тің мәнін анықтаңыздар дейді. Енді бұны қалай шығарамыз? Яғни бізде мына бір x пен y-тің мәнін табу керек. Енді ең алдымен y-ті анықтайық. Y-ті анықтау үшін мен ең алдымен мына жерден қызыл түсті алып аламын. Яғни y деп отқаны мынау мен нүктеден, мынау боялған нүктеден мына шетке дейінгі қашықтық, яғни 6-ға тең. И бізде мына бір қашықтық бар тоже, иә? Бұл қашықтық бізде неге тең? Бұл қашықтық бізде 2 еселенген іштей сызылған, былайша айтқан кезде шеңбердің радиусына тең. И мына қашықтық тоже бізде 6-ға тең, ал мына жерде бізде тоже солай 2r-ға тең екен. Енді менде y-тің мәні неге тең? Y тең 6 қосу 2r қосылған 6 қосылған 2r, не болмаса 12 плюс 4r-ға тең екен. Енді менде r неге тең еді? Ол үшін мен не істеймін? Мына бір осы біздің 6 бұрыштан бір бөлігі, былайша айтқан кезде дұрыс үшбұрыш бар ғой, осының биіктігін тапқанға тең болады. Яғни мынау h-қа тең. Яғни мынау 2-ге тең, мынау 2-ге тең, мынау 2-ге тең. Олай болса біздің h-ымыз, я, не болмаса r-ымыз тең болады. a түбір асты 3 бөлінген 2-ге, не болмаса 2 түбір асты 3 бөлінген 2-ге, не болмаса түбір асты 3-ге тең. Олай болса біздің y-ымыз ол 12 плюс 4 түбір асты 3-ге тең деген сөз. Енді мен x-ті табам. Енді x деп отқаным неге тең дейтін болсаңыздар, x деп отқаным мына нүктеден, мына жерге дейінгі қашықтық бізде x-қа тең болады. Енді сіздерде сұрақ, бұны қалай анықтаймыз? Ең алдымен менде мына бір бөлікке қараймыз, яғни жасыл түсті аламын. Яғни бізде мына қашықтығымыз ол бізде 6-ға тең, мына қашықтығымызда бізде 6-ға тең. Сәйкесінше мына қашықтықта бізде 6-ға тең бола алады. Өйткені бізде мына бұрыш 120 градус қой. Олай болса мына бұрышты біз 60 градус екенін дәлелдей алсақ болады. Не болмаса 60 градус деп айта берсек те болады екен. Енді бізде қараңыздар, мына қашықтық осы дұрыс үшбұрыштың биіктігі болады, яғни h1 болады. Тоже солай мына қашықтықта h1 болады. Ал біздегі мынау қалып кеткен қашықтығымыз бар ғой, қазір қызылмен көрсетемін. Мына қашықтық ол бізде 2 еселенген r бола салады екен. Олай болса біздің x-іміздің мәні неге тең? X-іміз ол 2 еселенген h1 қосылған 2 еселенген r-ға тең. Мендегі мақсат мына бір h1 мен r-дің мәні бар ғой, енді r-дің мәні бізде 2-ге тең екені белгілі. Енді h1 табу керек. Енді ол бізде дұрыс үшбұрыштың тоже биіктігі бола салады. Сонда h1 тең 6 түбір асты 3 бөлінген 2, не болмаса 3 түбір асты 3 орындарына қоямыз. Сонда x тең 2 көбейтілген 3 түбір асты 3 қосылған 2 еселенген r, ол бізде 2-ге тең. Олай болса жауабымыз 6 түбір асты 3 қосылған 4-ке тең бола салады екен. Осымен бүгінгі бізге берілген контекстік тапсырмалар аяқталды. Барлық есептер түсінікті болды деген ойдамын. Ақпарат пайдалы болса, осы YouTube каналға жазылып, өзіңіздің математика таңдап жатқан достарыңызға осы видеоны жіберіп қоюды ұмытпаңыз.